Дәл осындай егіздерімізді жасаймыз. Ол үшін камераны жылжытпай бір орынға қойып, 3 түрлі қимылда видео түсіріп аламыз. Сосын CapCut приложениесіне кіріп, новый проект, жаңағы түсірген видеомызды қойып, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Бірінші киімді жинап жатқан жерімізді қоямыз. Ең астыңғы бөлігінде наложение деген бар. Соны басып, добавить наложение, жаңағы видеоны қайта қойып, размерін туралап аламыз. Сосын екінші бөлігін, яғни шаңды сорып жатқан жерін қоямыз. Керекті жерін аламыз, керек емес жерлерін қиып тастаймыз. Ары қарай тағы да добавить наложениені басып, сол видеоны қайта қоямыз. Үшінші бөлігін, яғни бала қарап отқан жерді қоямыз. Керек емес жерлерін алып тастаймыз. Үшінші видеоны таңдап аламыз да, ең астыңғы бөлігінде маска деген бар. Соның ішінен разделить дегенді басып, екіге бөлеміз. Дәл осылай бөліп аламыз. Көлеңкелерге үлкен мән беру керек. Ары-бері жылжытып отырып, қайта-қайта тексеріп аламыз. Екінші видеода дәл осылай реттейміз. Барлығын қайта тексеріп шығамыз. Міндетті түрде барлығының дауыстарын өшіріп қоямыз. Біздің видеомыз дайын болды. Енді сақтап алуға болады.